Достар, бүгін сіздермен хит болған укроп қосылған сочный манты дайындаймыз. Менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге керекті ингредиенттер су, жұмыртқа, укроп, ұн және тұзымыз керек болады. Алдымен құрғақ ыдысымызға осылай суымызды құйып аламыз. Суымызды құйып, бір жұмыртқамызды жарып, суымызға салып аламыз. Қасығымыздың көмегімен жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Достар, рецептісі осы видеоның төменгі жағында описание бөлімінде рецептісін қалдыратын боламын. Соған қарап жасасаңыздар болады. Енді бір чайный ложка тұзымызды салып, ерігенше тұзымызды араластырып алатын боламыз. Не осылай тұзымызды салып, қасығымыздың көмегімен жақсылап араластырамыз. Достар, менің инста парақшама да тіркеліп қойды, ұмытпаңыздар. Менің салған видеоларымды көріп бақылап отырасыздар. Және енді мынандай зеленый укропа мен осындай құрғатылған кептірілген укропты бір ас қасықпен осы дайындаған суымызға қосып аламыз. Және жақсылап біркелкі осылай араластырып алып, жақсылап араластырамыз. Міне осылай қасығымыздың көмегімен араластырып, ұнымызды електен өткізілген ұн болу керек. Менің ұным електен өткізілген. Және осы ұнымызды жаймеңдеп қосатын боламыз. Қанша грамм қосқаным, неғаным барлығы, суымды қанша грамм қосқаным барлығы описание бөлімінде рецептте бар, достар. Осылай ұнымыздың барлығын салып, жақсылап не осындай қамыр елеп алатын боламыз. Және бұл осы дайын болған қамырымызды 3 бөлікке бөліп, тындырып қоятын боламыз. Жақсылап біркелкі етіп осындай 3 суала қамырымды бөліп алдым. Оларды 5 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін начинкасын дайындайтын боламыз. Бізге начинкасына пияз, картоп және тартылған ет, тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш керек болады. Бұрыштарды өздеріңіз қалауларыңыз бойынша, не осындай картошка пиязымды турап, осы тартылған етімді, фаршымды салып, тұзымды, қара бұрышымды және қызыл бұрышымды сеуіп, барлығын біркелкі етіп қолыммен араластырып алдым. Міне бәрін салып аламын. Өздеріңіздің қалауларыңызша тұзды дәміне қарай, бұрышты дәміне қарай саласыздар. Өздеріңіз атшы болғанын қаласаңыздар, әтшірек қылып, өздеріңіздің салмай-ақ қойсаңыздар да болады. Міне осылай салып, мен барлығын қолмен біркелкі араластырып, осылай начинкамды дайындап алдым, достар. Енді қақпағын жауып, жаңа елеген қамырымды ашып, бір қайтара тағы да бір қайтара елеп, мантываркаларымды дайындап алатын боламын. Ұнымның көмегімен тағы да қамырымды бір қайтара елеп аламын. Достар, себебі қамырым менің не болып керек? Қатты болып тұру керек. Либо жайған кезде жыртылмайтындай, жабыспайтындай өте күшті қамыр болады екен. Міне осылай мантываркаларымды майлап, жақсылап дайындап алып, енді міне жаңағы қамырымды осылай қолымның көмегімен басып, бірінші кішкене оқтаумен жайып аламын. Кішкене ыңғайластырып, осындай үлкен оқтаумен жайып, осылай үлкен етіп қамыр жайып, осылай кесіп алдым. Енді дайындаған начинкамды алып, қасықтың көмегімен әрқайсына бір қасықтан осылайша салып, барлығын біркелкі етіп салып, түйіп алатын боламын. Міне барлығын түйіп алдым. Осылай түйіп, мантываркама барлығын салып, міне барлығын осылай салып алдым, достар. Міне бәрін салып, енді 45 минутқа мантываркамызды газге қоятын боламыз. Маған қоңыраушаны басып, подписаться етіп қойды, ұмытпаңыздар, достар. Сіздермен бірге болған Алмагүл. Ас болсын.